Еңбекші Қазақ ауданында дзюдодан жасөспірімдер арасында ел біріншілігі өз мәресіне жетті. Турнирге еліміздің 8 аймағынан үміт арқалаған жас балуандар жиналды. Кілемде қайсарлық пен намыс сынға түсіп, әр ұпай жеңіс нәтижесін шешті. Жас спортшылардың тартысты бәсекесін тілшіміз тамашалады. Дзюдошылар 18 салмақ дәрежесінде күш сынасты. Жыл сайын сайысқа қатысушы саны артып келеді. Биыл жарысқа келгендер арасында қыздар көп. Бала кезден қызығушылық болды, және қасымдағы достарым да спортқа қатысқаннан кейін менде де қызығушылық пайда болып, сосын қатыстым. Дзюдоға келуіме әкемнің ықпалы бар. Әкем келді, қолдады, дайындады, мотивация берді, поддержка берді. Маған сенді. Атырау облысынан келген Ердос былтырғы жарыста жақсы нәтиже көрсетті. Биыл да үлкен үмітпен шығып, жеңіс тұғырынан көрінуді мақсат тұтып отыр. Мықтыларға қарап бой түзеймін дейді жас палуан. Диярбек Оразбаев, өзбек палуаны. Күресі жақсы оның, олимпиаданың қола жүлдегері, көптеген жарыстарда чемпион болып жүр. Приемдары бросковый ғой. Сол жағынан ұнайды. Болашақ арманым әлем олимпиада чемпионы болу. Бұл жарыс енді жас балаларға жаңа спортты насихаттау, жас буынды жаңа осы дзюдо үйірмесін дамытып, оларды осы жоғары деңгейде көтеру мақсатымыз. Жыл сайын Қазақстан біріншілігінде ересектер болсын, жасөспірімдер болсын, үштіктің, бестіктің командалық есепте. Сол үштік, бестік арасында жүреміз ғой. Жалпы Алматы облысы дзюдодан жақсы, қарқынды келе жатыр. Алаңға Алматы облысы атынан 120 дзюдошы шықты. Нәтижесінде қоржын 8 алтын, 8 күміс және 14 қола медальмен толығып, Алматы облысы жалпы командалық есепте көш бастады. Бұл жаттықтырушылардың қажырлы еңбегі мен спортшылардың жүйелі дайындығының жемісі. Ақжан Анапия, Ерлан Әбжан, Қонаев медиа.